Қайырлы күн қыздар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай жайма дайындайтын боламыз. Кез келген уақытта морозильниктен алып шығып дайындай береміз. Ол үшін ұнға жұмыртқаны және сухмайды қосып, үстінен тұз қосып, жай-жайдан су құйып тұрып араластырамыз. Астына дәл ровно пропорцияны қалдырып кеттім. Одан көп су қосуға болмайды, одан көп жұмыртқа да қоспай қойыңыздар. Дәл сол пропорциямен жасасаңыздар, сіздерде идеальный тесто шығады. Су қоспаңыздар, осылай ұзақ еленбей қояды, сонда да елей беріңіздер, су қоспаңыздар. Сонда осындай қаттылау қамыр шығады. Осы қамырды 1-1,5 сағатқа қану үшін мешочкқа салып қоямыз, немесе бетін жауып ыдысқа салып қоямыз. Міне 1-1,5 сағат өтті. Бұны енді тағы бір қайтара илеп жібереміз. Өте жұмсақ, жақсы еленетін қамыр шығады. Бұл қамыр оқтаулағанда өте ыңғайлы, жақсы оқтауланатын болады. Онды қатты көп қоспаймыз, анда-санда 1-2 рет сеуіп отырамыз. Қамыр жақсы оқтауланады, және де жыртылмайды. Пісірген кезде ойдағындай жақсы болып езілмей піседі. Осы пропорциямен жасасаңыздар, осында үлкен бір дөңгелек шығады. Егер 2 есе көбейтсеңіздер, 2 дөңгелек шығады. Қамырды өзіңіздің ыңғайыңызға қарай жұқалап оқтаулап аласыздар. Ал енді қатыру бөліміне келеміз. Ол үшін базарда осында пищевая үлкен пленкалар сатады. Яғни жабысқақ емес, просто пленка үлкен. Менде ондай жоқ. Мен сіздерге жай мысал ретінде пергаментный қағазбен, пергаментный бумагамен сіздерге көрсетемін. Осылай мені жайып аласыздар жаңағы пленкаларыңызды. Содан соң үстіне қамырды салып, қайтадан пленканы жауып, осылай екі жақтан бүктейсіздер. Абайлап бүктейміз, жан-жағы қамырдың бәрі жабық болу керек. Содан соң астынан және де үстінен бүктейміз, ортасына қарай. Міне қамырымыз дайын болды. Осы қамырды астына тақтайша салып, немесе контейнерға салып қатыратын боламыз. Және де міндетті түрде ерітіп аласыздар, себебі ерітпей оны сразу ашатын болсаңыздар, қамырымыз сынып кетеді. Сондықтан алып шығып, осылай ерітіп толығымен, содан соң ашып қолдана бересіздер. Бұл қамырды 3 ай сақтауға болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Баршаңызға сәтті.